Сәлеметсіздер балалар. Бүгінгі бірінші тақырыбымыз біздің өтетін нүктелердің ара қашықтығы. X, Y жазықтығында екі нүкте берілген болсын. A1 және A2. A1-дің координаттары X1, Y1, A2-ның координаттары X2, Y2 болсын. Енді мына жерде біз A1 мен A2 нүктелерінің ара қашықтығын сол нүктелердің координаттары арқылы өрнектейік. Түсінесіздер ме? Яғни осы екі нүктенің A1, A2 нүктенің ара қашықтығын осы нүктелердің координаттары арқылы өрнектейміз. Яғни координаттары оның X1, Y1, X2, Y2. Алдымен балалар X1 тең емес X2-ге және Y1 тең емес Y2-ге жағдайын қарастырайық. Сұрақ неге тең емес? Мына жерде қараңыздар. A1 мен A2 олар бір сызықта былай тұрған жоқ. Егер де A2 мына жерде тұрса, A1 мен бірге, онда екеуінің Y мағынасы бірдей болатын. Немесе A2 мына жерде болатын болса, былай тұратын болса, екеуінде X-тің мағынасы бірдей болатын еді. Түсінесіздер ме? Сондықтан екеуі екі жерде тұрғасын, X-те, Y-те мағыналары әртүрлі болғандықтан бір-біріне тең емес. X1, X2 бір-біріне тең емес. Әртүрлі болғандықтан Y2-де Y1 мен тең емес. Себебі мағыналары әртүрлі. Осы жағдайды қарастырайық біріншіден. Кейін басқа жағдайларды қарастырамыз. A1 мен A2 нүктелері арқылы координаттар осьтеріне параллель түзу жүргіземіз. Яғни A1-ден параллель түзу Y-ге, X-ге жүргіземіз. A1-ден және A2-ден жүргіземіз. Дәл солай X-ге параллель A1-ден Y-ге және A2-ден Y-ге, X-ге параллель түзулер жүргіземіз. Және бұл түзулердің қиылысу нүктесін А нүктесі деп алайық мына жерде. Енді мына жерде қарап тұрсам, мысалы, A1 мен А мен A1-дің екеуінің ара қашықтығын біз қалай аламыз? Мына жерде ол дейтін, мына ара қашықтықты табу үшін біздің А-ның мағынасы Y-гі, A1-дің мағынасы Y-гі, Y1, да? Мына жерде осы ара қашықтықты табу үшін біз мынаны алып тастау керекпіз. Мына барлығынан, мына А-ның мағынасынан түгелімен мына ара қашықтықты алып тастау керекпіз, да? Минус жасау керекпіз. Минус жасау үшін мына жер ол A2-ның мағынасы, A2-ның мағынасы Y2. Сонда мына А мен A1-дің екеуінің ара қашықтығын біз былай көрсетуімізге болады. Y1 минус Y2 сол модульде. Сұрақ неге модульде? Мысалы, бізде мына жерде A1-дікі үлкен мағынасы, да? Кіші деген. Y бойынша үлкен, Y бойынша үлкен, X бойынша кіші. Яғни мына жерде дейтін, үлкен болсын, кіші болсын, яғни минус болсын, плюс болсын, сондықтан ол модульге салынып тұр. Неге? Себебі ол қандай таңбамен шықса да, ол ара қашықтықты білдіреді. Ара қашықтықты білдіргесін біз оны модульге саламыз. Түсінікті ғой, біздің мақсатымыз оның теріс 10 таңбасын табу емес, біздің мақсатымыз оның ара қашықтығын табу. Ал сендер білесіздер, ара қашықтық ол теріс таңба болмайды, минус болмайды. Ол 0-ден үлкен болу керек міндетті түрде. Сондықтан біз модульге саламыз. Дәл солай, мысалы, X бойынша да, мысалы, мына ара қашықтықты табу үшін, А мен А2 ортасында ара қашықтықты табу үшін біз дейтін, мына X2-ның мағынасынан біз X1-дің мағынасын аламыз. Бірақ біз модульде алып жатқасын біз былай жазуымызға болады. X1, себебі біз модульге салатырмыз ғой, модульге саласын. Мына жерде қараңыздар, X2-ның мағынасы көптеу, да, X1-дің мағынасына қарағанда.
Бірақ сонда біз x1 минус x2 деп жазайық. Неге? Себебі біз модуль салып жатырмыз. Модуль салып жатырғасын, арақашықтық болғасын, ол плюс таңбасымен шығады. Енді мына үшбұрышты қарастырайық. А1, А2 үшбұрышын қарастырайық. Бұл үшбұрыш қандай? Бұл үшбұрыш тік үшбұрыш. Неге? Себебі мында А бұрышы бізде тік, да? Яғни тік бұрышты үшбұрыш болатын болса, бізде мына арақашықтық бізде белгілі. Біз таптық, да? Ол мынаған тең. Мына арақашықтық бізде белгілі. Ол мынаған тең. Яғни мына арақашықтықты біз D деп алайық. D деп. Ол дейтін А1 мен А2-ның екі нүктенің арақашықтығы болсын, иә? Міне немен тұр ғой, кәдімгідей көрсетіліп тұр ғой, сол арақашықтық болсын. Яғни біз Пифагор теоремасы бойынша біз білеміз, екі катеттің квадратының қосындысы гипотенузының квадратына тең, да? Сонда біз мына арақашықтықты D деп алатын болсақ, гипотенузаның квадраты D-ның квадраты, да? Мына жерде тең. Сосын біз келеміз да, мынаны аламыз. А2 екеуінің арақашықтығы мынаған тең дедік қой біз, да? А2 арақашықтық x1 минус x2 тең квадрат. Мынаны катеттің квадратын аламыз. Және мына катетті біз айттық y минус y2 тең. Яғни онда катет болғасын квадратын аламыз. Екі катеттің квадратын қосамыз Пифагор теоремасы бойынша. Сонымен бізде мынадай формула шығады. Яғни балалар түсінікті ғой, да? Мына жерде біз не істедік? Біз мына жерде нүктелердің арақашықтығының формуласын шығардық. Яғни бұл формула жаңағы екі нүктенің арақашықтығын ол нүктелердің координатасы арқылы табатын формуланы шығардық, иә? Осы формуланы қорытып шығарғанда біз x1 тең емес x2-ге, y1 тең емес y2-ге деп ұйғарсақты, бұл формула басқа жағдайларда да тура болып қала береді. Басқа жағдайларды қарап жіберейік. Мысалы, мына жерде біз айттық қой, x1 тең емес x2-ге деп, ал мына жерде біз x1 тең x2-ге, y1 тең емес y2-ге деп алайық. Яғни, y тең емес болып x тең болатын болса, мына жерде y бойынша ол әртүрлі жерде тұр, а x бойынша бір жерсін, яғни a2 деген ол мына жерде тұрады деген сөз. Міне, a2 мына a-ның орнында тұрады. Сол кезде бізде x-ті мағынасы 1 болады, яғни x1-де x2-де мағынасы бір-біріне тең болады да, а y бойынша бізде 2 мағына болады. Сол кезде бізге тек екі арақашықтық керек, да? Мына арақашықтық біз, мына арақашықтық керек ол кезде. Бұл арақашықтық мына жерде неге тең? Бізде А мен А1-ның арақашықтығы неге тең? y1 минус y2 модульдің ішінде тең, да? Сонда ол кезде ол арақашықтық бізде D деп аталады. Ол тең болады. Яғни мына жерде уже Пифагор теоремасы керек емес болады. y1 модульде минус y2. Екі модуль жабамыз. Түсінікті ғой, ол кезде мына жерде А2 деген мына жерде болатын болса, онда бізде Пифагор теоремасы керек емес. Мына жерде жай ғана кесінді болады. Сол кесіндіні біз дейтін мына арқылы біз айттық қой, біз мына арақашықтық бізде y1 минус y2-ның модулінде. Яғни мына y үлкені болсын, кішісі болсын алсақ та, бұл арақашықтық болғасын, плюспен болатын болғасын, модульмен ала саламыз да, y1-ден y2-ның мағынасына алып тастаймыз. Түсінікті ғой, Мұнда Пифагор теоремасы керек емес. Пифагор теоремасы ол дейтін үшбұрыш болған кезде қолданамыз. Ары қарай кеттік. x1 x2-ге тең емес, бірақ y1 мен y2 бір-біріне тең болған кезде қалай болады екен? Ол кезде A1 мына жерде болады. Неге? Себебі y бойынша бір түйір мағына болады, а x бойынша екі мағына болады. Ол кезде біз онда мынаны аламыз. Неге? Себебі бізге мына арақашықтық керек. Біз білеміз A2 арақашықтығы x1 минус x2-ге тең модульдің ішінде, да? Ол дейтін мына жерде қайтадан Пифагор теоремасы керек емес. A1 мына жерге түседі.
Сонда мына жерде А1 болатын болса, онда А1 мен А2-нің арақашықтығы мынаған тең болады. Яғни мына жерде D не затқа тең? D бізде модульдің ішінде x1 минус x2 тең. Минус x2. Енді мынадай қарастырайық. x1 мен x2 бір-біріне тең, y1 мен y2 де бір-біріне тең болады. Яғни олай болатын болсам, қараңыз, мына А1 дейтін, онда мына жерге түседі. Неге? Себебі А1-інде, А2-інде y-і бір жерде болады. Мына жерде болады. А1 мына жерде. Енді А1 мен А2 тек қана y емес, x де бірдей болса, онда А2 де мына жерге барады. Сонда онда А1 мен А2 онда бір нүктеде болады. Дұрыс па? Бір нүктеде болатын болса, онда мына нүкте осы жерде. А1 де сол жерде мысалы да. А1 де сол жерде және А2 де сол нүктеде. А2 де сол нүктеде болады. Ондай болатын болса, осы екі нүктенің ара қашықтығы неге тең? Я, бұл екі нүктенің ара қашықтығы жоқ. Жоқ болғандықтан бұлардың ара қашықтығы D 0-ге тең, да? Ал енді есеп шығарайық, балдар. Мына 19-шы есеп. Бедеп тұр. X осінің бойынан, яғни ол мына X осьте жатқан нүкте. 1, 2 және 2, 3 нүктелерінің, яғни мына екі нүктенің координаты беріліп тұр. Осы екі нүктелерінен бірдей қашықтықта жатқан нүктені табу керек. Осы екі нүкте бір кесінді құрып екеуінің ортасы емес, сол осы екі нүктеге бірдей қашықтықта жатқан нүктені табу керек. Мына нүктенің координатын табу керекпіз. Бізде мына екі нүкте беріліп тұр. Мысал үшін мен салып жатырмын да, сендер түсінсін деп. Бұл кесінді болып екеуінің арақашықтығы ортасында тұрған нүкте емес, тағы да бір айтайын. Былай бір қай бір жерде жатқан нүкте, бірақ бұл нүктенің арақашықтығы бұл бірінші нүктеге де, екінші нүктеге де бірдей. Басқаша айтқанда, D1 D2 мен бірдей. D2 мен бірдей. Яғни, енді олай болатын болсам, және енді қараңдар, мына жерде X осінің бойында дейді. X осінің бойында болса, онда ол Y бойынша қандай мағына болады? Егер де ол нүкте мына жерде болатын болса, онда Y бойынша мағынасы оның мына жерде болады. Мына жерде болатын болса, ол мына жерде болады Y бойынша мағынасы. Астында болатын болса, теріс таңба болады Y бойынша. Ал X осінің бойында тұратын нүкте болса, онда Y бойынша мағынасын біз білеміз, да? Y бойынша мағынасы оның 0-ге тең. Яғни біздің табатын нүктеміз қазір мынадай координатасы бар. X және 0. Y бойынша 0, X бойынша X. Яғни біздің мақсатымыз X-ті табу. Яғни X бойынша қай жерде жатқанын табу. Содан біздің нүктеміз табылады. Енді оны қалай табамыз? Сұрақ. Біз айттық D1, D2 мағынасы бірдей деп, да? Сол мысалы D1-ді жазғанда бізде екі нүкте ғой. Біз білеміз, да? Мысалы D1-дің формуласын жазайық бізде. Яғни мына жерде D1, D2-ні тауып көрейік. D1-ді қалай табамыз? Жаңағы біздегі формула бойынша табамыз, да? Бізде D-ның квадраты тең x1 минус x2 квадрат плюс y1 минус y2-нің квадраты. D1-дің квадраты тең мына екі нүктені қарастырамыз, да? Екі нүктені қарастырғанда x минус 1 квадрат. Түсініп атсыңдар ғой, да? Мына x-тен мынаны алып тастаймыз, x1-ден x2-ні алып тастаймыз, соны квадраттаймыз, плюс неге? Себебі біз Пифагор теоремасы бойынша екі катетті қосып жатырмыз. 0
минус 2, 0 минус 2. Енді y-тердің өндірімші салатырмыз. Осының квадраты. d2-ның табатын болсақ, 10-ті d2-ның квадраты тең неге тең бізде x минус мына екі нүктені қарастырамыз да, x минус 2 квадрат плюс сосын мына екеуін y-пен жұмыс жасаймыз. 0 минус 3 соның барлығының квадраты енді мына жерде біз айттық d1 мен d2 бір-біріне тең дедік, дұрыс па? Бізде есептің өзінде солай беріліп тұр, екі арақашықтық бір-біріне тең деп тұр, иә? Егер де d1 мен d2 бір-біріне тең болатын болса, онда бізде не болады? Онда d1 квадратты d2 квадратқа тең. Яғни мына жер мынаған тең. Теңестірейік, яғни формула бойынша шығарған кезде бізде x квадрат минус 2x сразу шығарып қояйық. 2x қысқаша көбейту формуласын қолданамыз. Плюс 1 плюс мына жерде де 0 квадрат бізде 0 береді. Содан кейін біз 2ab-ны шығарған кезде ол да 0 береді. Содан кейін 2-ның квадраты 4 болады. Ол тең бізде. Біз айттық қой мынау. Түсініп отырсыздар ғой, мен қазір мынаны шығардым. Міне мынау. Енді ол тең мынаған дедік те, мынаны шығарып, бір жота шығарып жазып жатырмын да. X квадрат минус 4x плюс 4, яғни 2-ның квадраты. Содан кейін мына жерде бізде 0-дің квадраты 0-ге тең. 2ab 0-ге тең, негесе 2-ні 0-ге өйткенде 0 ол шығады, 0-ді 3-ге өйткенде 0 ол шығады. Содан кейін 3-дің квадраты бізде плюс 3-дің квадраты бізде 9-ға тең. Енді мына жерде біз дейтін x пен бар сандарды бір жаққа, x сандарды бір жаққа жинейміз ба? Сөйтіп көрейік та. Сонда бізде x квадрат минус 2x кішкене жоғары өтейін. Плюс, минус x квадратты мына жаққа шығарамыз. Минустан басымен x квадрат пен x квадрат не істейді? Жойылып кетеді. Сосын минус 4x бізде плюс 4x болып кетеді. Мына жерде бізде 4 қосылған 9. 4 қосылған 9. Және 1-ді 4-ке қосқанда 5, минус 5 болып барады мына жаққа. Сонда мына жерде бізде мынау мен мынау жойылып кетеді. Мына жерде 2x қалады. Плюстан басымен 2x тең. Мына жерде 8 болады. Яғни x тең 4-ке. Яғни біз айттық қой, біздің үшінші мына нүктеміз x 0-ге, x пен 0 деген координатты білдіреді. X 4-ке тең болатын болса, біздің жауабымыз жауабы
4, x-тің мағынасы 4 болады, иә? Сосын 0. Сонымен есеп шығарылды. Балдар, бүгін біздің өтетін келесі тақырыбымыз шеңбердің теңдеуі. Шеңбердің теңдеуі, яғни әрбір фигураның теңдеуі, ол өте маңызды тақырып десем болады. Маңызды керек зат теңдеуі деген. Неге себебі ол теңдеу арқылы біз қай бір фигураны сала аламыз, біріншіден. Екіншіден, қай бір фигураның ішінен біз нүктені таба аламыз, қай бір. Сондықтан бұл қазір мен түсіндіретінімді мұқият тыңдаңдар, жарай ма? Фигураның теңдеуі деп, сол фигураның кез келген нүктесінің координаттары қанағаттандыратын x пен y екі белгісізі бар теңдеуді атайды. Қазір оны мен көрсеткенде түсіндіресіңдер, екі белгісіз деген не зат екенін, иә? Керісінше, бұл теңдеулер қанағаттандыратын кез келген екі сан, яғни екі сан деген сол түсінікті, ол x пен y-тің мағыналары фигураның қандай бір нүктесінің координаттары болып табылады. Түсінікті ғой, иә? Центрі АО координаттарымен АБ нүктесі, ал радиусы R болатын шеңбердің теңдеуін құрайық. Яғни мына шеңбердің теңдеуін құрамыз. Мына жер радиусы R деген, және бізде центр нүктесі АО беріліп тұр, яғни белгілі, да? Оның координаттары А мен АБ. Енді шеңбердің бойынан кез келген бір нүктені алайық. А нүктесінің координаттары XY. Бұл нүкте мен АО центрінің ара қашықтығы радиуске тең. Ал А нүктесі мен АО нүктесінің ара қашықтығының квадраты неге тең? Формула бойынша бізде дейтін жерде өттік қой. Формула бойынша екеуінің ара қашықтығы бізде тең. Мына екеуі бізде бар. Енді осыны ара қашықтығын жазу үшін біз x1 минус x2 да x минус a. Түсініп тұрсыңдар ғой, қайдан шыға тұрған? Бұл a мен a-ның ара қашықтығы. Яғни x-тен a-ны алып тастадық, соның квадраты. Сосын Пифагор теоремасы бойынша бізде плюс, мына жерде y-тен біз b-ны алып тастаймыз. Яғни y1 минус y2, басқаша айтқанда y минус b, сол барлығының квадраты. Яғни бұл мына a мен a-ның ара қашықтығы. Бірақ біз және де айттық, ол екеуінің ара қашықтығы, ол радиус деп айттық, иә? Неге радиус себебі ол қай бір нүкте, мына шеңбердің бойында жатқан, ал АО ол шеңбердің орта нүктесі. Яғни сонымен шеңбердің әрбір А нүктесінің, ол А нүктесі мына жерде болсын, мына жерде болсын, мына жерде болсын, да? А нүктесінің XY координаттары мына, яғни басқаша айтқанда, мынау дейтін тең R квадратқа, да? Неге себебі біз айтып тұрмыз ғой, екеуінің ара қашықтығы R-ге тең деп, да? Яғни екеуінің ара қашықтығы R-ге тең, мынау R квадратқа тең. Сонымен шеңбердің әрбір А нүктесінің XY координаттары теңдеуін қанағаттандырады. Яғни мына жердегі нүктені немесе мына жердегі нүктені алатын болсақ та, олар дейтін осы теңдеуін қанағаттандырады. Түсінесіздер ма? Яғни басқаша айтқанда, біз дейтін мына жерде осы теңдеу арқылы біз дейтін x-ті таба алуымызға болады, немесе y-ті таба алуымызға болады. Керісінше, мысалы бір нүкте болатын болса,
нүктені мына жерге салып біз мысалы радиусты тауып алуымызға болады неге тең екен. Ол есепте не зат беріліп тұр, табыңдар деп сол арқылы шығарасыңдар. Тағы да бір рет. Координаттары теңдеуді қанағаттандыратын кез келген А нүктесі, түсінікті ғой да, шеңберге тиісті болады. Мына шеңберге тиісті болады. Координаттары теңдеуді қанағаттандыратын кез келген А нүктесі шеңберге тиісті болады. Мына шеңбер мына жерінде, немесе мына жерінде, яғни мына шеңберге тиісті болады. Өйткені оның АО нүктесі және ара қашықтығы радиуске тең. Түсінікті ғой? Бұдан теңдеу шынында да центрі АО және радиусы R болып келген шеңбердің теңдеуі болып табылатындығы шығады. Егер шеңбердің центрі координаттар басында жатса, яғни сондай бір нені қарастырсақ, ол мысалы АО ол мына жерде емес, ол мына жерде тұратын болса, координаттар жүйесінің ортасында болатын болса, онда шеңбер теңдеуінің тура мынадай болатынын ескереміз. Яғни басқаша айтқанда, мына жерде А-да, Б-да бізде 0-ге тең болады да. Мына жерде 0-ге тең болатын болса, x минус 0 ол бізге x береді да. Сонда x квадрат плюс Б-да бізде 0-ге тең, себебі АО нүктесі бізде мына О нүктесінде болады. Сондықтан 0-ге тең болса, Б бізде y минус 0 бізде y-ге тең y квадрат тең радиустың квадраты. Түсінікті ғой? Яғни шеңбердің орта нүктесі мына жерде болып, шеңбердің өзі былай тұратын болса, онда осы формула болады. Осы теңдеу болады деген. Шеңбердің теңдеуі осындай болады. Есеп шығарайық. 30-шы есеп. Бізде мынадай өрнек берілген, және А квадрат бөлінген 4 қосылған Б квадрат бөлінген 4 минус С қатан үлкен 0-ден. Теңдеумен қандай геометриялық фигура өрнектеліп берілген. Осыны табу керекпіз. Яғни мына теңдеуді біз былай түрлендірейік. X квадрат мына AX-ті қосайық. Плюс AX және өзіміз қосайықты, қазір өзіміз аламыз. А квадрат бөлінген 4-ті. Арғарай кеттік, қосылған. Мына y квадратты алайық. Y квадрат қосылған by. Және өзіміз қосамыз, қазір сосын аламыз. B квадрат минус B квадрат бөлінген 4. Мына жерде біз А квадрат бөлінген 4-ті өзіміз қостық қой. Енді өзіміз аламыз, бірақ тең боладың мына жағына шығарайық, иә? Бұл мына жерде А квадрат бөлінген 4 плюс таңбасымен мына жерде минус болады. Минустан тең боладың мына жағына шыққан кезде ол плюс болып кетеді. Б квадрат бөлінген 4-те, дәл солай жасайық, өзіміз қостық, өзіміз аламыз. Минус Б квадрат бөлінген 4 болады. Ол дейтін тең боладың мына жағына шығарып жібереміз. Сол кезде бізде былай болады, иә? Және бізде С қалды мына жерде. Мына жерде бізде А квадрат бөлінген 4. Түсіндір ғой, қаяқтан шыққан.
мына жерде біз қостық, мына жерде алдық, сосын минус таңбасымен мына жаққа шығарған кезде ол плюс таңба болып шығады мына жерде. А квадрат бөлінген 4 плюс b квадрат бөлінген 4. Мынаны алдық. b y-ді алдық. Сосын c қалды бізде. c тең болады міне анам минус таңбасымен шығады. Біз бұның бәрін істедік. Не үшін жасадық? Бұның бәрін біз формула шығу үшін жасадық. Қысқаша кубиті формуласы бойынша бізде мына жерде x плюс a бөлінген 2-нің қысқаша кубиті формула шығып тұр да, a бөлінген 2-нің квадраты. Дұрыс па? Яғни мынау бізге соны береді. Міне мынау. Түгелімен осыны береді. Содан кейін плюс. Енді мынау бізге не береді? Айтып көріңдерші ал. Y плюс b бөлінген 2. Соның барлығының квадраты. Тең болады. Енді мынаны алайықта квадраттау үшін өзіміз түбір астынан шығарайық. Түбір астынан шығарамыз. Сосын қазір квадраттаймыз. А квадрат бөлінген 4 плюс b квадрат бөлінген 4 минус c түбір асты және осының барлығын квадраттаймыз. Сонда бізде не шықты? Не байқап тұрсыңдар? Тура мына формуламыз жоқ. Бізде қайда кетіп қалды? Міне, мына формула шықты. Яғни бізде дейтін мына жерде тек минус да бізде. Мына жерде минус, ал мына жерде ол да минус болады. Минус жақшаның ішіне тағы да минус. Солай болады, иә? Яғни біз қарастырылып отырған фигураның шеңбері екенін көріп отырмыз. Неге? Себебі тура шеңбердің формуласына келіп тұр. Тең боладысы бар. Яғни шеңбердің центрі біз таба аламыз да, шеңбердің орта нүктесін таба аламыз. Орта нүктесі неге тең? Минус а бөлінген 2 да. Түсініп тұрсыңдар ғой да, неге минус екен? Және b бөлінген минус b бөлінген 2. Түсіндір жіберем неге минус екен. Неге мына жерде минус? Себебі дейтін бізде мында формула бойынша минус тұр, дұрыс па? Яғни мына жерде бізде минус тұру керек. Ал минус тұру үшін плюс дейтін ол 2 минустың көбейтіндісі, яғни минус дейміз да, сосын жақшаны ашып жібереміз де, мына жерде минус а бөлінген 2 деп аламыз. Сол кезде бізде мына формула шығып тұр. Мына теңдеу шығып тұр бізде. Түсінікті ғой, яғни мінде сонда минус а бөлінген 2, мына жерде дәл солай минус b бөлінген 2. Сол кезде формула тура шығып тұр. Яғни радиусымыз мына жерде неге тең? Қалай деп ойлайсыздар? Радиусымыз тең. Яғни бұның барлығы ол радиус. Дұрыс па? Мына жерде біз білеміз ғой, x минус a квадрат плюс y минус b квадрат тең радиустың квадратына. Яғни мына жерде мына барлығы радиус. Түбір астымен бірге. Яғни радиустың квадраты да жерде. Сонда бізде a квадрат бөлінген 4
плюс b квадрат бөлінген 4 минус c. Осы радиус кеден. Осымен есеп шығарылды. Балалар, ары қарай еттік. 21-ші есеп. Бүйтіп тұр. Төбелері А 4 1, Б 0 4 С минус 3 0, Д 1 минус 3 нүктелерінде жатқан А, Б, С, Д 4 бұрышының квадрат екенін дәлелдеңдер. Яғни біз дейтін А, Б, С, Д квадрат екенін дәлелдеу керекпіз. Дәлелдеу. Сұрақ, қалай дәлелдейміз? Біз білеміз, мына жерде бізде дейтін квадраттың қандай қасиеттері бар. Квадратта бізде екі диагоналі бір-біріне тең болады. Дұрыс па? Сол үшін екі диагональді тауып алайық та. Яғни, мысалы, квадрат болатын болса, ол дейтін ол мына жерде А, мына жерде Б, мына жерде С және Д. Да? Мен образын көрсетіп отырмын сендер түсіну үшін. Мына диагональ тауып алайық, АС және мына диагональ тауып алайық. Және екі бір-біріне тең болса, онда бұл квадрат екенін білеміз. Енді бізде D1-ді табайық. D1 дегеніміз ол ацыны табайық та. D1-дің квадраты тең. Бізде екі нүктеде белгілі А-да, С-да, сондықтан шығарамыз. X1-ден 4 азайтылған. Формула бойынша да d квадрат тең x1 минус x2 квадраты плюс Пифагор теоремасы болғасын y1-ден y2-ні алып тастаймыз, яғни 1 минус 0 сол барлығының квадраты тең болады. Мына жерде бізде 4 минус плюс береді. 4 плюс 3 7, 7-дің квадраты 49. Мына жерде бізде 1 минус 0 1 береді. 1-дің квадраты 1. 49 плюс 1 бізде 50 болады. D 2-ның квадраты D2 дегеніміз ол BD, да? Екінші диагональ. Біз бұны дейтін мына формула бойынша шығарып жатырмыз. Түсінесіздер да? Мына формула бойынша шығарып жатырмыз. D2-ның квадраты тең ол BD дедік, яғни BD 0 1, 0-ден 1-ді алып тастаймыз. 0 минус 1 квадраты плюс 4 минус 3. 4 минус 3. Ол бізге тұтасымен санап келгенде мына жерде 1 минус 1дің квадраты 1 береді. Мына жерде 49, яғни 50. Яғни бізде D1-дің квадраты D2-ның квадратына тең болса, ол нені білдіреді? Ол D1 бізде тең D2-ге. Ол нені білдіреді? Ол дейтін бізде мына АС BD-ға тең деген білдіреді. Яғни мына диагональ АС диагоналі BD диагоналіне тең.
AC диагоналі BD диагоналіне тең болса, біз білеміз квадраттың қасиеті диагональдары бір-біріне тең. Сондықтан бұл квадрат болып шықты. Келесі есеп шығарайық, балалар. 28-ші есеп. Орта нүктесі 1-2 болып, x осімен жаңылысатын шеңбердің теңдеуін құрыңдар. Яғни бізде мынадай нүкте 1-2 мына жерге мен салдым. Және ол x осімен жаңылысып тұр. X осімен жаңылысып тұрсам, мына жерде бізде Пифагор теоремасымен біз мынау бойынша табуымызға болады. Неге себебі мына жерде бізде дейтін x1 мен x2-нің мағынасы бірдей. Басқаша айтқанда да. Неге себебі дейтін ол мынадай кесінді болып келген. Яғни мына жерде біз дейтін d-ны табамыз. D тең модуль бойынша бізде y1 минус y2. D тең, яғни d дегеніміз ол арақашықтық. Ол мына арақашықтық. D тең модуль бойынша y1 бізде 0-ге тең. 0 минус. Және мына жер 2-ге тең. Жерде Пифагор теоремасы керек емес, тағы да айтам. Сонда бұл арақашықтық 2-ге тең. Және бұл арақашықтық ол мына шеңбердің радиусы болып келеді. Байқадыңдар ма? Енді біз шеңбердің теңдеуін құрайық. Бізде дейтін мына жерде әрбір x, y-дің нүктесі, онда бізде x минус орта нүктенің координаттарын саламыз. Мына жерге 1. Естерінде ғой, шеңбердің теңдеуі қалай болатын. Орта нүктесінің координаттарын аламыз x, y-ден. Осындай болады теңдеуі. Шеңбердің және біз радиусты білдік. Яғни радиусымыз бізде мына жерде арақашықтық 2-ге тең. 2-нің квадраты бізде 4. Міне осындай бізде теңдеу шықты шеңбердің. Міне мынау сақтау көрдіңдер ма? Мынау орта нүктесін осылай көрсеміз, координаттарын r квадратқа тең. Енді үй жұмысын берем.